подруга, қай қаладасың? Мне жарайсың, айтқан сөзді алдық, қай қаладасың? Но я должна слушаться его, не говоря ему. Моя цель совершена. Рая, сжигающих в моих глазах, тоже была мирской. Если даже подумать, хорошие люди бессмертные. Они полны убийц. Алло, жігіттер, короче, Аманның өміріне араласыңыздар. Мұны неге алмай жатыр? Алло, Қоблан, сен қайдасың? Саған бір нәрсе айтам мен. Салауат, бақилық болды. Бірақ мен не істеймін айтшы? Бірақ оны полициялар тергеуге алды. Не істейін мен, Қоблан, айтшы, не істейін? Не істейін, Қоблан, айтшы сен? Қоблан, білесің ба? Алло, алло. Алло, алло, Қоблан, мен не істейін, айтшы? Мен қараңғы жерде тұрмын қазір. Айтшы, Қоблан, не істейін мен? Салауаттың артынан кетейін ба? Қолымда жүк тұр, өле салайын ба? Айтшы, саған не істейін? Ойлап тұрмын, не деп тұрсың? Жігіттер, былай әлгі бизнесмен бар ғой, сол бақилық болды. Енді оның өлімі тергеуде. Соңғы байланысты болған Аманбоқ мұрын. Тек сендерден оны қорқыту, әлсіздеу. Артық қадамға баспаңдар, әйтпесе ренжімеңдер. Ақшаларыңды берем, бірінші маған мықтыларыңды көрсетіңдер. Әзірше оны телефонмен қорқытыңдар. Что-то бейтанс номер. Кім болды екен, а? Может, номер алысқан туыстарымен бар шығар. Кім екен, а? Жарайды, көрейік. Здравствуйте, я не знал, кем он был. О чем вы, ребята? Не понял, что за деньги, что за золото. Короче, ребята, не пугайте меня так. Я не счастлив без этого. Мұнау тағы кімнің қасқырлық торы екен, а? Әлгі ақбайын теме атты да өзі секілді қай жердің шетінде жасырып жүр екен. Ол да ойынға араласу керек, әйтпесе қиын болады. Аман, түк ренжімес жаным ау, байғұс бала. Менің планымның қуыршағысың. Өңше жатып ішерлер көріңдер өмірі. Аман мен Ақбайынға Салауаттың қанын ішкіземін. Көрте тұрыңдар, Ақбайынға қатысы болмаса да өмірді көрсін, балапан неме десе. Білайым, масын шешілерінде адам өз шамасына қарау керек қой. Құдай-ау, мұнау не деген бассыздық? Тоқташ, мына қыз маған сіңілік берген ақыл ой болған емес пе? Ой, адамдар-ай, ақша үшін маска киеді, жағдайын айтып келсе беретін едім ғой. Мынандай жолмен ақша тапқанша чем адалын алмай ма? Ай, жақсы. Көре жатармыз. Мен тек бір Алладан қорқам. Басқа ешкімнен сескенбеймін.
тоқташы. Қобылан бар емес па? Осындайда достарым көмектеспегенде кім көмектеседі? Алло, Қобылан. Қалай жағдай? Қайдасың? Тез айтшы, болшы. Ой, сен де қашан келесің? Не? Сонда сен 5 сағат күтем ба? Айбай! Жарайды, мақұл. Алсын, Қобылан, бұлай. Короче, онда шешағасын түсіндірейін. Чем, сен де бұған тұра бересің ау. Әйтпесе, өзіңнің басын жасамай кетті. Салат ұстады сентіренем. Чего, қашан қалай? Ибай, ол саған кім болып келеді, жаның ашылды ғой. Ой, ол ешкім емес маған. Жай ғана эмоцияңды ұстай алмай қалдым. Смотри, ыстыргын ол, моста қалай ешкім құтқармай қалғанын таңғалып тұрмын. Онда ол бірақ түнде болуы да мүмкін. Түсінікті. Тоқта, қайда кеттің? Дұрыстап, айтып кетсеңші. Жынды ма? Ve әйтеуір бәрі звезда. Ай, жарайсыңдар жігіттер, ақшаларыңды лақтырдым. Вот нағыз жігіт красавчик. Не дай бог, Амантай, когда вы достигнете этого, и тогда вы увидите правду. Мен сені өлтірмеймін. Сен есеп бірге бір болу керек. Ойын шартын бұзбайын. Сен де сауатты қалай ойыншық қылсаң, мен де сен солай ойыншық қыламын. Қазір қарап тұрсың, бәрі бетпердеге. Адамдар-ай, не болып барасыңдар? Қазір бәрі бірде маскаларын қолдарса не олатындарын өздерің де беске білесіңдер. Кеше өткен кешегі болған қарындасым артымнан пышақ сұқса айта алмаймын. Bir жағынан суық. Тоқта. О, так вот почему это прекрасная встреча. Басына қандай болдың? Соңына дейін сондай болып қал. То, что мы не поприветствовались, это не значит, что это приветствие. Сендермен амандасып керек емес. Артық әңгіме не керек? Сен мені басқарайын десең, қателесесің. Остановись, возьми себя в руки. Let's be now quiet. Мынау сенің аманатың. Бірақ менде аманатқа қиянат жасау маған түк емес. Әкел. Тоқта, мынаны алуға әлі ерте. Сен мынаны алу үшін кем дегенде осы ойынның нүктесін қоюың керек. Бірақ сен көздегенің мынау ғой, ә? Жақсы, мә. Аман, мен өлсем де сенің түсіңе еніп, көзіңе елестейтін болам. Адам тағдырмен қалай ойнау керектігін білайым өзі көрсетеді. Қалай сонда? Сен өлдің емес пе? Сен бұйырмасың. Бірақ оның әруағы маған тыныштық бере қоймас. Білмеймін. Сен әлі де өз сөзінен авария болып жатсың. Адам тағдырмен қалай ойнау керектігін Гүлайымның сойқан соққысынан көресің.
сонда маған неге көзіме елестеп түсіме ене береді? Әлде өзімді өзім өлтірейін ба? Бірақ мен анам үшін жүрмін. Или жоғарғы полиция қызметкерлеріне шағымдансам екен. Бірақ ол тергеуде. Ой, мен не ойланып кеттім. Жарайды, бір мәнісі болар. Намысым бар. Аюдай ақырын үннен басып көтеріп еді. Су жүректе қояндай тығылды да, ай боламсың бала екен ғой әлі. Барлығы түсінікті болды. Мені бопсалап жүрген әлгі Гүлайымның күшіктері екен ғой. Бірақ мен түсінбеймін. Ол неге осындай жағдайға барды екен? Араларында бір гәп бар. Бұл қасиет басталу тиын болса да соңы қызықпен бітейін деп тұр. Жүре берсең көре бересің деген рас екен ау. Келер жылдақ қалайсың? Привет, жақсы өзің. Жақсы.